Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін осындай королевский тортын жасадым. Бұл торт өте дәмді болып шығады. Ауызы шарға жасаған болатынмын. Дәмі өте керемет. Бұл тортта 4 түрлі коржы болады. Яғни мак, мейіз, жаңғақ және де какао қосылады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біз алдымен 2 коржды дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, аппақ көбік болғанша миксермен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне қаймақты салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мен дүкеннің 20% қаймағын қолдандым. Ендігі кезекте қопсытқышты ұнның үстіне салып, екеуін бірдей електен өткізіп салатын боламыз. Біздің корждың массасы дайын. Енді осы массаны біз теңдей етіп 2 ыдысқа бөліп құйып аламыз. Бірінші ыдысқа ұсақтап туралған жаңғақтарды саламыз. Сөйтіп, қасықпен немесе силиконды күрекшенің көмегімен осылайша жай ғана араластырып қоямыз. Ал екінші ыдысымызға какао салатын боламыз. Какаодан 2-3 шай қасық салсаңыздар да жетіп жатыр. Содан кейін азғантай миксермен араластырып аламыз. Бізде сөйтіп жаңғақ қосылған және де какао қосылған коржымыз дайын болды. Енді массамызды осылайша дайындап қойған формамызға құйып шығатын боламыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Егер де пирогтарыңыздың үлкен болып көтерілгенін қаласаңыздар, диаметрі 18-20-лық формаға салсаңыздар, биік болып көтеріледі. Қызып тұрған пешке 180 градуста шамамен 20 минутта пісіріп аламыз. Бұл корждар піскенше біз қалған 2 коржды дайындап қоятын боламыз. Ол да тура солай. 2 жұмыртқаның үстіне қантты салып, және де қаймақты қосып, араластырып, ұн мен қопсытқышты қосып, араластырып, қамырымызды дайындап қоямыз. Енді біз мейізді саламыз. Егер де мейіздеріңіз үлкен болса, пышақпен ортасын бөліп қойсаңыздар болады. Одан кейін екінші ыдысқа макты қосатын боламыз. Оны да жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Корждардың 4-еуінде пісіріп алдым. Мінекей бізде мак қосылған, мейіз қосылған және де какао мен жаңғақ қосылған корждарымыз дайын. Енді осы корждарға біз пропитка жасайтын боламыз. Ол үшін сүтке қант ұнтағын қосып, араластырып, видеода көрсетілгендей етіп, пропитка жасап шығатын боламыз. Сол кезде біздің корждарға крем сіңіп, жұмсақ болып, өте дәмді болып шығатын болады. Және де пропитка жасағаннан кейін шамамен 15 минуттай күте
кейін тоңазытқышқа кем дегенде 7-8 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей, торт менде бір түн тоңазытқышта тұрды. Безендіруіне мен осылай үстіне макты сеуіп, және де шеттеріне грек жаңғағын осылайша әдемілеп қойдым. Сіздер өз қалауларыңызша жеміс жидекті кесіп қойсаңыздар да өте әдемі болып көрінетін болады. Торт өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңесімді беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.